Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жалпы жансыздандыру. Сабақтың мақсаты жалпы жансыздандырудың техникасын және қолданылатын препараттарды, сонымен қатар жалпы жансыздандыру әдістерін меңгеру. Күтілетін нәтиже жалпы жансыздандыру түрлерін ажыратады, наркоздың өту кезеңдерін, қолданылатын препараттарды, жансыздандыру әдісін біледі. Жансыздандыру дегеніміз хирургиялық ота кезінде ауру сезімін жоюға бағытталған шаралар. Жалпы жансыздандыру жануарларға есірткі заттарды қолдану салдарынан орталық жүйке жүйе функциясының қайтымды түрде тежелуі. Наркоз кезінде сезгіштіктің жойылуы, мал естен таңады, қозғалыстық, шарттық және кейбір бейшарттық рефлекстер жоғалады. Қаңқа бұлшық еттердің әлсіреуі байқалады. Бірақ сопақша мида орналасқан тыныс алу, тамыр қозғағыш және тегіс бұлшық еттердің өмірлік маңызы зор орталықтардың жұмыс қабілеті сақталады. Есірткі заттарды енгізу алдында малдың қозғалу қабілетінің қай уақытта жоғалуын, ауырсыну сезімінің жойылуын, бұлшық еттердің толығымен әлсіреуін білу өте мағыналы. Ауру сезімін жою жолдарын зерттейтін ғылым саласын анестезиология дейміз. Анестезия терминін 1846 жылы Мортон енгізді. Анестезияға келесі талаптар қойылады. Барынша ауру сезімін жою, жануарларға қауіпсіз болу, хирургқа ыңғайлы жағдай тудыру. Жансыздандыру. Жалпы жансыздандыру жануарларға есірткі препараттарды енгізу арқылы орталық жүйке жүйесінің қайтымды тежелуі. Жергілікті жансыздандыру. Операция жасалатын жерде жергілікті анестезиялық заттар мен сезгіштікті уақытша жою. Енгізу жолдарына қарай екі топқа бөлінеді: ингаляциялық және ингаляциялық емес. Ингаляциялық әдіс тыныс алу жолдары арқылы беріледі. Ингаляциялық әдісті қолданылатын дәрі-дәрмектер: фторатан, хлороформ, хлор этил, эфир, тағы басқа дәрі-дәрмектер. Ингаляциялық емес әдіс организмге тыныс алу жолдарынан тыс енгізіледі. Кең тараған түрі тамыр ішіне енгізу қолданылады. Ингаляциялық емес әдісте қолданылатын дәрі-дәрмектер: ксилазин, кетамин, морфин, хлоральгидрат, тиопентал натрий, калипсол, тағы басқа дәрілер. Жануарды наркозға дайындау. Жануарды жансыздандыруға даярлау екі кезеңнен тұрады: алдын ала дайындау, тікелей жансыздандыру және наркоз алдына даярлау. Жануарларды алдын ала наркозға даярлауда есірткілік заттарды әсер ететін ағзаларды және мүшелерді толық зерттеу керек. Егерде олардың қызметінде ауру белгілері байқалса, оған лайықты ем тағайындау керек. Алдымен 18-24 сағат ашықтырады. Ет қоректі жануарлардың қан тамыр ішіне апоморфинді енгізіп, жасанды құсу шақыру арқылы асқазанды босатады. Осы әдістерді қолдана отырып, ірі малдардың да тігішегін, қуығын босатады. Ота жасайтын күні малды мүлдем суармайды. Себебі оның қаны сұйылып,
ота кезінде және отадан кейін қан ұюға төмендеп, қан кетуі байқалуы мүмкін. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жалпы жансыздандыру. Жансыздандыру екіге бөлінеді: ингаляциялық емес. Ингаляциялық наркоз кезінде қолданылатын аппараттарымыз. Міне сіздер көріп тұрғандай. Бүгінгі сабақта ингаляциялық емес әдісті қолданамыз. Ингаляциялық емес әдісте қолданылатын дәрілер ксиланид, шприц, мақта, спирт ерітіндісі 70%, йод ерітіндісі. Бірінші кезекте наркозды қолданбай тұрып, иттің салмағын өлшейміз. ксиланид дәрісін тамыр ішіне енгіземіз. Наркоздың өтуі. Ең қарапайым ингаляциялық наркоз 4 сатыдан өтеді. Бірінші сатысы анальгезия кезеңі. Жануардың шағын тынымсыздығымен сипатталады. Тыныс алу терең және бірқалыпты. Тамыр соғуы жиі және толық. Көз қарашығы кеңейген, көз алмасының қозғалысы еркін, рефлекстерін бұлшық еттер тонус сақталған. Екінші сатысы қозу кезеңі. Мал естен танумен сипатталады. Мидың қыртысы тежеліп, шартты рефлекстердің қызмет төмендеп, сонымен қатар мидың қыртысы астындағы орталықтардың әрекеттері күшейеді, есі жоғалады, мазасызданады, қимыл әрекеттері күшейеді. Үшінші сатысы наркоздың ұйқы кезеңі. Мидың қыртысында және қыртыстың астында толық тежеу болады. Бұл кезеңде рефлекстер жойылған, толық наркоз басталады. Бұлшық еттің қимылы жоғалады. Төртінші сатысы ояну кезеңі. Мидың қыртысы және қыртысының асты тежелуден шығады. Наркозды қолдануға болмайтын кездер. Ірі малдарға, әсіресе ірі қараға жасалатын наркоз ең күрделі және қауіпті болып келеді. Сондықтан терең наркозды тек ерекше жағдайда қолданылады. Сонымен қатар кейбір есірткі заттар етке жағымсыз, тұрақты иіс беретін ескеру керек. Егерде операцияның кезінде қолайсыз жағдай келіп, малды сойуға мәжбүрлігі тууы мүмкіндігінде хлороформ немесе эфирді наркозды қолдануға болмайды. Безгектік жағдай жүрек тамыр жүйесінің, эндокардит, миокардит, бүйректің, бауырдың тыныс алу қызметі бұзылуы кезінде әсіресе ингаляциялық наркозды қолдануға болмайды. Наркозды кәрі малдарға, жаңадан туған және жас төлге қолданбайды. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сіздерге сұрақ берілсе. Бірінші сұрағымыз жансыздандырудың тыныс алу жолдары арқылы берілетін әдісі. Ингаляциялық. Екінші сұрағымыз жануарларға есірткі препараттарды енгізу арқылы орталық жүйке жүйесінің қайтымды тежелуін қандай жансыздандыру деп атаймыз? Жалпы. Үшінші сұрағымыз жансыздандырудың ингаляциялық әдісінде қолданылатын дәрі атауы. Эфир. Төртінші сұрағымыз операция жасалатын жерде жергілікті анестезиялық заттармен
Сезгіштікті уақытша жою қалай аталады? Жергілікті. Бесінші сұрағымыз. Анестезия терминін 1846 жылы кім енгізді? Мортон. Алтыншы сұрағымыз. Ингаляциялық емес әдісті қолданылатын дәрі-дәрмектер. Ксилазин. Бұл сөз жұмбақта бүгінгі тақырыбымызға байланысты наркоз сөзі шығып тұр. Наркоз дегеніміз хирургиялық ота кезінде ауру сезімін жоюға бағытталған шара. Қорытынды. Жансыздандыру дегеніміз хирургиялық ота кезінде ауру сезімін жоюға бағытталған шаралар. Ауру сезімін жою жолдарын зерттейтін ғылым саласын анестезиология дейміз. Жансыздандыру, жалпы жансыздандыру және жергілікті жансыздандыру болып екіге бөлінеді. Сонымен бүгінгі сабақта өткеніміз жалпы жансыздандыру. Жалпы жансыздандыру дегеніміз жануарларға есірткі препараттарды енгізу арқылы орталық жүйке жүйесінің қайтымды түрде тежелуі. Үй тапсырмасы, құрметті студенттер. Бірінші, жансыздандыру. Екінші сұрағымыз жансыздандыру түрлері. Үшінші сұрағымыз наркоздың өту кезеңдері.